Баршаны сәлем достар, бүгінгі бейнероликті тағы да хайп проектке қош келдіңіздер. Бүгін біз инвестиция арқылы ақша тауып көретін боламыз. Міне сұраныстарыңыз, сіздер жалпы 1 миллионға жеттіңіздер ма деген, бірақ әзірше жеткен жоқпыз. $500 жетпей тұр. $2000 асырғаннан кейін уже біз 1 миллионға жететін боламыз. Әзірше $500 жеткіліксіз болып тұр. $500 енді бір жарты ай немесе одан да аз күндер аралықта жетем деген үміті бар достар. Бүгін назарымызға хайп проектінің аты Cartier Mall деп аталады. В общем, бұл жақта бізге бірінші инвестиция жасау керек. Ол үшін бізге наяқта команда немесе задача. VIP-қа өтеміз. Есіме түсірдім, VIP-қа өтеміз. И мына жақта бізге VIP статус сатып алу керек. Біріншісі бізде тұратын құны мынау 10 USDT тұрады. Одан кейін ең қымбаты бізде 88 USDT тұрады. Бұл жақта сізге күнделікті ежедневный прибыль $18 әкеліп отырады, ал мына жақта $2 әкеліп отырады. Қарап тұрсаңыздар, окупаймыз бұл жақта 5 күн. Енді 5 күн бұл істей ме деген бізге үлкен сұрақ. Сондықтан бұл жақта риск бар, және де ол 2 күннен кейін 3 күннен кейін жабылуы мүмкін, мүмкін 10 күн істеу мүмкін, және біз плюсқа шығуы мүмкінбіз. Енді бұндай хайп проекттер өте көп, бірақ та мен примерно болады деген проектлерді аламын, және де ұзаққа істей ме, оны бірге бақылап көрсеңіздер болады. Ақша салмай-ақ бақыласаңыздар болады. Жақсы. Мен ақшаны құйдым. Ақшаны құю үшін қалай құям деген сұрақ келсе, онда не деген бөлімге өтесіздер. Одан кейін передача деген түйме тұр. Осыны басасыздар. Қателестім, кешірім сұраймын. Перезарядка деген таңдайсыздар. И мына жақта адресті таңдайсыздар. Web20 USDT или Trace20 USDT. Біз Trace20 USDT сетті таңдайтын боламыз. Одан кейін осы адресқа жоққа біз сумманы ақшаны жіберетін боламыз. $10 мысалы құйдыңыздар. И сізге автоматически наяқта задача деген бөлімге өтсеңіздер, уже доступно болып тұрады задание. Мына наяқта 2 задание $1 тұрады. Яғни күнделікті өзіңіздің дивидендіңізді алу үшін осы задача бөліміне кіріп, және де 2 түймені басу керексіздер. Бар жұмыс осы. Сізге обратно $2 береді. $10 қойса күнделікті $2 шығарып отырасыз, қысқашалай айтқан кезде. Жақсы. Артқа өтеміз. Енді бұл жақта ақшаны шешу үшін отзывать деген түймені басамыз. Сіз тапқан табысыңызды бірден өзіңіздің биржаңызға шеше аласыздар. Так, бұл жақта пополнение жасайық. Ол үшін бізге пополнение деген түймені басамыз. Бұл Binance биржа, және де осы жаққа біз ақшаны жинап келе жатыр. Депозит крипто деген таңдаймын. Так. Әзірше менде интернет слабый болып істеп жатыр. Сондықтан кішкене бейнеролик баяулау болып жатыр. Мейлі. Так, адрес вывода қойсақ, сонымен поддержать деген басамыз. Кәчәрі күте тұрайық. Так, поиск монета USDT. USDT таңдаймыз. Сет бізде Trix, әрине. Trix-ті таңдаймыз. Копировать етіп аламын. Все, ставить деймін. Подтверждать деген түймені басамын. Проверка адреса не удалось дейді. Неге қате десеңіздер, достар, жоғары жаққа қарасаңыздар, менде Web20 тұр екен. Trace20 USDT ауыстырамын. $2 адрес вывода қоямын и поддержать деген түймені басамын. Енді біздікі сәтті шығу керек, достар. Вывод средства успешно деп шықты. Бұл жақта плюс партнерская программа бар. Уже каждый раз түсіндіргеннен уже пайда жоқ деп ойлаймын. Бәріңіз уже прекрасно білесіздер. Яғни 3 сеточный программадан құралған. Біріншісі бізде 11%, 3% және 1%-дан құралған екен. Өздеріңіз толықтай танысаңыздар болады. Яғни бұл салымсыз ретінде адамдар шақырсаңыз, олар вложение салатын болса, онда сіздер табыс табатын боласыздар. Міне достар, шығарған $2 сәтті келіп түсті. Подтверждение өтіп жатыр процесс, но қазір страница обновить етсем, міне қазір қараңыздар. $2 обновить етім, все біз завершено деп тұр, сәтті түскені көрсетіліп тұр. Яғни бірінші шығарған табысымыз счетымызға сәтті келіп түсті. Сұрақтарыңыз болса комментария қалдырып кетіңіздер. Сіздермен мен болған Әлбек, келесі көріскенше.